Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге тағы да бір пайдалы рецептпен бөліскім келіп отыр. Сұлы ұнынан шоколадты пирог жасап үйрететін боламын. Түрі өңделмегенімен ешқандай зияны жоқ, қантсыз, ұнсыз, тәтті пирог болып шығады. Ол үшін бізге сұлы ұны керек және какао. Какаоның сапалысын таңдаңыздар. Яғни андай бір қантсыз, несквик дегендер болмайды. Бізге қантсыз, кәдімгі қара табиғи какао керек. Бізде бал керек. Бал да табиғи болу керек. Ешқандай зиянсыз бал. Және су, жұмыртқа және сұйық май керек болады. Ең алдымен біз пирогты жасау үшін ұнымызды ситадан өткізіп аламыз, жақсылап өткізіп алыңыздар. Сонда пирогымыз жақсы шығатын болады. Жақсылап өткізесіздер. Міндетті түрде ситадан өткізу керек. Енді оған біз 2 жұмыртқамызды жарамыз. Ең алдымен жұмыртқаңыз кішірек болса, 3 жұмыртқады қолдануға болады. Мен 2 жұмыртқа қолдандым. Енді кезекте біз жайлап бірінші кішігірім шанышқымен қозғап аламыз. Алдымен аздап араластырамыз. Және миксермен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Бізде миксермен араластырғанда бізде қою масса шығады. Біз оған енді сұйық майымызды және балымызды қосатын боламыз. Ол кезде бізде қою қаймақ секілді масса шығатын болады. Біз балдың орнына қант алмастырғыш қолдануға болады. Кез келген қант алмастырғыштың да сапалысын қолданыңыздар. Қандай өнім болмасын, сапалыны қолданыңыздар. Сонда бізде ешқандай зияны жоқ пирог шығады. Қант алмастырғыштар сіздер кез келген дүкеннен табуға болады. Магнум секілді. Біз кипяток қоямыз, яғни ыстық су. Сол кезде бізде осындай сұйық масса шығады. Біз оны 150 градуста қызып тұрған пешімізде пісіреміз. 15-20 минут көлемінде піседі. Мен 22 диаметрде пісірейін деп жатырмын. Менде сәл жалпақтау төмен болып піседі. Сіздер 20 диаметрде пісірсеңіздер де болады. Біздің пирогымыз осылай пісіп шығады. Мұндағы тесіктегі енді мән бермеңіздер. Бұл бізде кішкене сұйық тесте болғандықтан кішкене піспей қалу қаупі бар. Мен сондықтан әр жерінен піскенін тексеру үшін тесіп тексердім. Енді түрі жаңағы айтқандай өң бермегендімен тәтті, ешқандай зияны жоқ пирог болып шығады. Мінекей осылай ғана қатты көтеріліп піспейді, енді бір корж секілді пісіп шығады. Және де бұл пирог кішкене үгітіліп тұратын сияқты, шашпа палау дейміз ғой, сол сияқты шашыраңқы болып тұрады. Мына жерде мінекей видеодан да көрініп тұрған шығар деп ойлаймын сіздерге. Бірақ шын айтам, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қант қосылмаса да дәмді болып шығады. Жасап көріп, ешқандай зиянсыз аспен отбасыларыңызды қуантыңыздар. Мінекей үгітіліп тұрады Мінекей, мен кесіп көрсетіп жатырмын. Ортасы бізде влажный болады. Ортасы қорықпаңыздар, толық деп пісіп шығады. Мінекей, міндетті түрде жасап көріңіздерші.
өздеріңіз прям андай жерлеріңіз келіп ғашық болып қаласыздар.